Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Метеорит сөзін грек тілінен аударғанда аспаннан түскен тас деген мағынаны береді. Елестетіп көріңізші, тас ғарышта бірнеше мыңдаған жылдан бері ұшып жүр, ал жолында біздің планета тұрып қалды. Ол секундына ондаған километр жылдамдықпен атмосфераға түседі. Үлкен жылдамдықтың арқасында ауаға үйкеліс пайда болады. Сондықтан тас жана бастайды. Сол себепті жер бетіне сирек жетеді. Түнгі аспанға қарап, түсіп жатқан жұлдыздарды көреміз. Шындығында бұл түсіп жатқан жұлдыздар емес, атмосферада жанып жатқан ғарыш тастары, яғни метеориттер. Қазір біз сіздермен метеориттердің түскен видеоларын көретін боламыз. жылдың маусым айында Липецкой облысында көптеген адамдар аспаннан түскен жарық шарды көрді. Бұл метеорит еді. Ол жеткілікті дәрежеде үлкен болмағандықтан жерге жеткенше жанып жоқ болып кетті. Ал бұл жағдай Таиланд елінде орын алды. Бұл метеорит алдыңғысына үлкен болғанымен жерге жеткенше жанып жоқ болып кетті. жылы Түркияға үлкен метеорит түсті. Бұл жағдайды көптеген адамдар көрді. Кейбіреулері қорыққанын ақыр заман басталды ма деп шошыды. Мына құлап жатқан метеорит Америкада байқалды. Бұл метеорит тез жанып, қараңғы түнде бір сәтте жап-жарық қылып, жоқ болып кетті. Соңғы ең үлкен құлаған метеориттердің бірі 2013 жылы ақпан айында Челябинскке құлаған метеорит. Сағат 9:20-ларда аспаннан бірнеше тонна келетін метеорит түсті. Бұл көрініске мыңдаған Челябинск халқы куә болды. Жерден шамамен 20 километр жоғарыда метеорит жарылып, мыңдаған майда бөлшектерге бөлінді. Олардың кейбіреулері жерге түсті. Метеорит жарылғанда пайда болған күшті толқын бірнеше секундтан кейін жерге келіп ұрылды. Салдарынан көптеген терезелер сынып, кей адамдар жарақат алды. Мамандардың айтуынша, егерде метеорит жарылмай жерге түскенде, күші Хиросимада жарылған атом бомбасынан бірнеше есе үлкен болар еді дейді.